Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз ет пен ұннан ерекше тағам жасайтын боламыз. Ең бірінші бір кесе суымызды құямыз, одан кейін дәл сондай мөлшерде жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін бір шай қасық тұз саламыз, одан кейін жеткілікті мөлшерде ұнымызды саламыз. Бір шай қасық разахритель. Достар, мінекей менің ұным дайын болып қалды, өте керемет болып тұр. Енді 4 бөлікке бөлетін боламыз. Одан кейін осы бөлген бөліктерімізді тынықтырып қоямыз. Енді ішіне салатын начинкамызды дайындаймыз. Мен осылай жуаны ұсақ қылып турап аламын. Мінекей достар, мен уақыт алмау үшін сүрленген етімді турағыштан өткізіп алдым. Одан кейін жуамызды салып, тұзымызды салып, бұрышымызды салып араластырамыз. Достар, илеген қамырым керемет болып тұр. Енді жаятын боламыз. Менің қамырымның қалыңдығы шамамен осындай болды, бірақ жұқалап елесеңіздер өте керемет болады. Одан кейін сары майымызды ертіп алып, қамырымыздың үстіне жағамыз. Одан кейін фаршымызды үстіне жайып шығамыз. Одан кейін қамырымызды осылай илейміз. Мінекей достар, осындай керемет болып шықты. Енді үстіне ұн сеуіп, осылай үстінен 1-2 рет илеп жібереміз. Одан кейін жұмыртқа мен сүтімізді араластырып, бетіне жағып 180 градуста 25-30 минутта ұстаймыз. Достар, мінекей иісі өте керемет болып шықты. Қазір дәмін көретін боламыз. Сәлем достар, бүгін менің ағам осындай ерекше тағам пісірді. Ал дәмін көрейік, бісміллә. Дәмі күшті.
астындағы лайкты басамыз, сосын подписка жасаймыз.